Алматы облысындағы арнайы білім беру ұйымдарының даму тарихы. Мүмкіндігі шектелген балаларға арналған арнаулы білім беру ұйымдары психофизикалық дамуы бұзылған балаларға диагностика жасау және консультация беру, оқыту мен тәрбиелеу, психологиялық педагогикалық қолдау көрсету үшін құрылған ұйымдар. Қазіргі таңда Алматы облысында 41 арнайы білім беру ұйымдары бар. 7 арнайы мектеп-интернат, 5-еуі зерде бұзылыстары бар, 1-еуі көру қабілеті бұзылған, 1-еуі есту қабілеті бұзылған мектептер, 22 психологиялық педагогикалық түзеу кабинеті, 12 психологиялық медициналық педагогикалық консультация, 22 психологиялық педагогикалық түзеу кабинеті. 2004 жылы алғашқы 5 түзеу кабинеттері ашылған. Талдықорған қаласы, Текелі қаласы, Қапшағай қаласы, Ұйғыр ауданы, Қаратал аудандарында. 2005 жылы 5 педагогикалық психологиялық түзеу кабинеттері Ақсу ауданы, Балқаш ауданы, Еңбекші Қазақ ауданы, Кербұлақ ауданы, Сарқан ауданы. 2011 жылы 4 педагогикалық психологиялық түзеу кабинеті Ескелді ауданы, Қарасай ауданы, Еңбекші Қазақ ауданы, Талғар аудандарында ашылған болатын. 2008 жылы Айлыкөл ауданында, 2018 жылы Жамбыл ауданында, 2019 жылы Қарасай ауданы, Жамбыл ауданы, Іле ауданында дара қорының қолдауымен ашылған болатын. 2021 жылы Райымбек Кеген ауданы, Панфилов ауданында 3 педагогикалық психологиялық түзеу кабинеті ашылды. 2003 жылы Алматы Талдықорған қаласында 1-2 психологиялық медициналық педагогикалық консультация жұмысын бастаған болатын. 2004-2005 жылдар аралығында Панфилов ауданы, Алакөл ауданы, Іле ауданы, Еңбекші Қазақ ауданы, Кеген аудандарында 5 психологиялық медициналық педагогикалық консультациясы ашылған болатын. 2021 жылы Еңбекші Қазақ ауданы, Қарасай ауданы, Жамбыл ауданы, Көксау ауданы, Қапшағай қаласында 5 психологиялық медициналық педагогикалық консультация ашылды. Бүгінгі күні облыста 0-18 жас аралығындағы ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар саны 15600 құрайды. Оның ішінде 7413 бала оқумен қазіргі таңда қамтылған. Инклюзивті білім берумен 3473 бала қамтылған. 138 мектепке дейінгі ұйымдарда 815 бала, жалпы білім беретін мектептерде 2389 бала, колледждарда 269 балалар қазіргі таңда білім алуда. Интеграцияланған оқытумен 2670 бала қамтылып жатыр. 58 арнайы топта 515 бала, 20 арнайы сыныптарда 145 бала, үйде оқытумен 2010 бала оқытылып жатыр. Дифференциалды оқытумен 7 арнайы мектеп-интернаттарда 893 бала. Оның ішінде 144 бала Талдықорған облыстық есту қабілеті бұзылған балаларға арналған арнайы мектеп-интернаттарда оқытылса, 175 бала есік облыстық нашар көретін балаларға арналған арнайы мектеп-интернаттарында оқытылуда. Еңбекші Қазақ, Панфилов, Қарасай, Сарқан аудандары мен Талдықорған қаласындағы ақыл-ой кемістігі бар балаларға арналған арнайы мектеп-интернаттарында 574 бала оқиды. 2019-2020 жылдары аралығында облыста 7 инклюзивті қолдау кабинеті ашылды. Дара қорымен бірлесіп Жамбыл ауданы Бердіқұлов, Сарқан ауданы Ушинский, Қарасай ауданы Үшқоңыр, Пушкин атындағы орта мектептерінде 4 инклюзивті қолдау кабинеті ашылды. Кабинеттерді жабдықтауға дара қорынан 55 миллион теңге бөлінген болатын. 2019 жылы Болашақ қорымен бірлесіп Талдықорған қаласындағы номер 7 орта мектепте инклюзивті қолдау кабинеттері ашылды. Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің қамқорлық қорының бастамасымен 2020 жылы Талдықорған қаласындағы номер 27 мектеп және Панфилов ауданы Алтынсарин атындағы орта мектептерінде ашылды. Ерекше қажеттіліктері бар балаларды білім беру процесіне қосу және түзеу мақсатында Қарасай ауданы Үшқоңыр Қазақ орта мектебінде бір инклюзивті алаң ашылған болатын. Облыстың жалпы білім беретін және мектепке дейінгі ұйымдарында 470 педагог-дефектологтар жұмыс жасайды. 113 мектепке дейінгі ұйымдарда болса, 357 мектептерде, 495 логопед қызмет атқаруда. 162 мектепке дейінгі ұйымдарда болса, оның 333 мектептерде қызмет атқарады. 6 тифлопедагог жұмыс көрсетеді, оның 4-еуі мектепке дейінгі ұйымдарда болса, 2 мектептерде қызмет атқарып жатыр. Арнайы білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін барлық педагогтер арнайы республикалық, облыстық ғылыми-практикалық орталықтарда, педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру орталықтарында біліктілікті арттыру курстарынан уақытылы өтеді. Біздің қызметкерлер жұмыстағы жетістіктері үшін білім ісінің құрметті қызметкері, ерен еңбегі үшін Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл медальдарымен, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің құрмет грамоталарымен және алғыс хаттарымен
Алматы облысы білім басқармасының грамоталарымен марапатталды. Арнайы білім беру ұйымдарының педагогтары ғылыми-педагогикалық қызметпен айналысады. Мамандар өз тәжірибелерімен республикалық, облыстық Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу университет хабаршысы журналдарында жинақтайды. Фактология, ізденіс, білімді әріптестер, Қазақстан ұстаздары, ұлағатты ұстаз газеттерінде жариялайды. Инклюзивті білім беру саласында психологиялық, медициналық, педагогикалық консультация және психологиялық, педагогикалық түзеу кабинеттерінің мамандары арнайы білім беру мақсатында әдістемелік құралдарын шығарды.